Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге шугарингке арналған арнайы пастаны үй жағдайында қалай жасау керектігімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай. Дүкендерден сатып алмай-ақ үй жағдайында осылай шугарингке арналған пастаны жасап үйренетін боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең әуелі бізге асты қалың осындай таба қажет болады. Егер жұқа болса, сіздердің пасталарыңыз дұрыс шықпауы мүмкін. Сол себепті мүмкіндігінше асты қалың табаны алып, үстінен 10 ас қасық қант саламыз. Және де одан кейін үстінен 4 ас қасық қарапайым су құятын боламыз. Барлығын қасықпен өлшедім. Енді бізге лимон қышқылы қажет болады. Жарты шай қасық лимон қышқылын саламыз. Орнына лимон шырынын салсаңыздар да болады. Барлығын салып болған соң отты ең баяу отқа қойып қоямыз. Өйткені отымыз қатты болып кетсе де біздің пастамыз дұрыс шықпай қалады. Баяу отқа қойып лопатканың көмегімен үздіксіз араластырып тұрамыз. Қанты ерігенше тоқтатпай араластырып тұрыңыздар. Өйткені біздің қантымыз қатып қалуы мүмкін. Сол себепті баяу отқа қойып, осылай тура мен сияқты үздіксіз барлық жерін осылай тигізіп араластырып шығамыз. Қанты ерігеннен кейін біздің массамыз қайнай бастайды. Паста жасау оңай болғанымен өзіндік нюанстары болады. Сол себепті бәрін ақырына дейін мұқият қарап жасаңыздар. Міне қайнай бастаған кезде алдыңызға бөлек ыдысқа салқын суды алып қойыңыздар. Біз қазір пастаның дайын болған, дайын болмағанын осы су арқылы тексеретін боламыз. Пастадан кішкене салқын суға құйып, қолдарыңызбен алған кезде кішкене жұмсақтау болса, демек әлі дайын емес деген сөз. Сол себепті мен тағы да қайнаттым. Маған шамамен осы пастаның дайын болуына 10-15 минут шамасында кетті. Тағы біраз уақыт өткеннен кейін қайнаттым. Байқасаңыздар, кішкене қолыма жабысып, алыну қиын болды. Әлі де бізде паста дайын болған жоқ. Мен тағы да кішкене қайнаттым. Негізі бұл паста станок, бритваларға қарағанда әлде қайда жақсы. Шугаринг қолданып жүргендер жақсы түсінеді деп ойлаймын. Дүкеннен сатып алмай-ақ дәл осылай мен сияқты жасап көрсеңіздер болады. Міне 3-ші рет көріп жатырмын. Қасықпен құйдым. Алған кезде оңай алынып жатыр, тура видеодағыдай. Міне сіздерге жақындатып көрсетіп жатырмын. Бір-біріне тез бірігіп, тез жиналып жатыр. Біздің пастамыз дайын деген сөз. Енді үйіңізде кез келген ыдысқа сақтасаңыздар болады. Мен ыдысым еріп кетпес үшін ыдыстың ішіне салқын су құйдым да, содан соң барып табадағы ыстық пастаны құйдым. Сонда біздің ыдысымыз жиналып, кішірейіп кетпес үшін салқын суға құйып алдым. Міне біздің пастамызда тез суитын болады. Қақпағын жауып алдым. Тағы да ескертетін жайт, пастаны жасап болған соң сол сәтте сразу жасаған ыдыстарыңызды жуып тастаңыздар, әйтпесе қатып қалуы мүмкін. Менде міне жарты сағат өтті, пастам суыды, сіздерге көрсетіп жатырмын, қараңыздар. Бізде осындай кішкене сұйықтау болады, бірақ 1 сағат, 2 сағат өткеннен кейін кішкене қатты болады. Қолдарыңызбен жақсылап жұмыс жасап, ермек сазбен жұмыс жасар алдында кішкене жұмсартып аласыздар ғой, тура солай пастаны да кішкене жұмсартып алып қолдана берсеңіздер болады. Қыздар, міндетті түрде видеодағыдай тексеріп қараңыздар, әйтпесе сіздердікі қатты болып қалтып қалуы да мүмкін. Не дәл осы әдіспен жасап көріңіздер, сіздерге пайдалы болып жатса өте қуаныштымын. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Дәл осылай қақпағын жауып, құрғақ жерде ұзақ уақыт сақтай бересіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет, сіздермен болған ләззат.